Ассалаумағалейкумдер. Бүгін бізде Lada West автокөлігі. Бұл көлікке Euro 2 прошивкасын жасаған болатынбыз. Мына жерде көргеніңіздей стронгер салған, прямоток қойған. Осындай выпускной коллектор жасағаннан кейін катализатор алынған. Машина дұрыс жүрмейді, сосын чектер жанғасын прошивка жасаған болатынбыз. Қазір көлікті қыздырып көрейік. Жаңа ошибка жанып тұрды ғой сүйді, катализатордан кейін кешірім сұраймын, прошивкадан кейін қазір чек сөнді. Біз арнайы кондерді қосып қойып сетіп көріп жатырмыз. Мына тахометр қалай екен. Тахометр қосылған кезде кішкене 900 оборот өсіп көтерілетін программамен істеп қойған болатын. Себебі нагрузка түспесін, холостой ходты дұрыс жасайтындай қылып істеп көрдік. Қазір біз тахометр енді сенікін 7000-ға дейін барып до конца отсечка. Өзің кеше соны тіледің ғой. Соны мен енді баспаймын, өзің басасың. Осылай міне қазір айдап көрейік, бағасын берерсің. Міне осы көлікті қазір прошивка жасап Баяндыға жүріп көретін боламыз. Мен ана доста тұратын едім, қазір жол салып жатқасын осы жерге көшуге мәжбүр болдым, кіре алмайтын болғасын. Асықпа, басарсың, асықпа. Мынауда жай жатырып 40 бен. Біз күтеміз, асық жоқ. Ал енді жүріп көр ал, кәне бісміллә. Басып ойда жүрші? Пидан жай басып кеткен сияқтысың. Газыңды адаптация жасатып аласың. Мына Маңғыстау 5-те 13-ші участке Есен деген кісі бар. Соған барып жасатып ал. Атқайын. Алдыңда енді фараондар тұр. Жайлата ғой. Енді болды, артқа бұрыла берсең болады. Өзің ыңғайлы жеріңе. В общем, разысың ғой жұмысқа. Нормально ғой? Болды, все нормально болса. Енді чегің жанып атса, ес-чө келерсің. Қарарымыз онда. Осылай міне Веста көлігін прошивка жасаған болатынбыз. Веста туралы, мынау 1.6 бұл көлікте 1.6 туралы видеосын түсіріп жатқан. Бұйырса 2-3 күннен кейін 1.8 түрі келеді. Веста Кросс онда прошивка жасап, бұйырса бейнеге түсіріп товарын сізге айтатын боламын.